Меценат болу енді бұл парыз деп ойламаймын. Мен үшін бұл жүректің қалауы шығар деп ойлаймын. Ең бірінші жүрек қаламаса, ол парыз қылып қойса да жүрек қаламай тұрса, ол істелінбеуі мүмкін, істей алмауыңыз мүмкін. Сол үшін ең бірінші бұл жүректің қалауы деп ойлаймын. Бұл кішкентай күнінен қалыптасатын жаңағы ата-анаңнан, үйден, тәрбиеден басталатын нәрсе шығар деп ойлаймын. Бұл жаңағы меценат болу, жомарттық жасау. Меценат дегеніміз енді жомарттық қой, жомарттық болу, жомарт адам болу, жомарттық жасау. Сол үшін бұл жүректің қалауы ең бірінші деп ойлаймын. Ал бүгінде бизнестің жауапкершілігі туралы жиі айтылады. Жалпы кәсіпкерлердің қайырымдылыққа араласуы, олардың спортқа, мәдениетке, білімге көңіл бөлуі қоғамға қалай әсер етеді? Енді алдағы айтқандағыдай бұл жаңағы меценат жомарттықтың легі жаңағы қайырымдылыққа келеді. Сол жас спортшыларға, білімге, мәдениетке, жалпы жастарға, өсіп жатқан жастарымызға жаңағы қолдау көрсету, қайырымдылық жасау, бұл мемлекетке, жаңағы осы қоғамға, елімізге салып жатқан инвестиция деп өзіміз түсінеміз. Жаңағы жасап жатқан қайырымдылықтарымыз, көрсетіліп жатқан қолдауларымыз өз нәтижесін беріп, жас спортшыларымыз жаңағы үлкен әлемдік ареналарға шығып, көк туымызды желбіретіп, сондай еліміз танытып жатса, сол үлкен жетістік, сол үлкен инвестиция деп ойлаймын. Сол үшін жаңағы осы қайырымдылығымызды жасаймыз. Қолдан келгенше жас спортшылар болсын, білім саласында, өнер саласында болсын, сол осы бүкіл кәсіпкерлерді осындай шақырғым келеді, тоқтатпауға шақырғым келеді.